Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 85-ші сабақ сөз таптары. Бүгінгі сабақта сіздер сөз таптарын ажыратуды үйренесіздер және мәтін мазмұны бойынша сұрақтарды қоя аласыздар. Енді осыған орай кішігірім біз ережені қарастырып өтейік. Сөз таптары дегеніміз не екен? Яғни сөз таптары төртке бөлінеді. Бұлар зат есім, сын есім, етістік және сан есім. Зат есім заттың атын білдіреді, кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Сын есім заттың сынын білдіреді, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Етістік заттың қимыл іс-әрекетін білдіреді, яғни не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Сан есім заттың санын білдіреді, неше, қанша деген сұрақтарға жауап береді. Енді біз бірінші тапсырмаға назар аударайық, мәтінді түсініп оқы дейді. Нартай мен атасы көршісінің үйіне келді. Оларды құрметтеп төрге шығарды. Осыдан кейін үй иесі сәбиді алып келді. Сәбиге ат қою үлкен міндет, деп Нартайдың атасы сәбиді қолына алды. Оның құлағына сенің атың Ержан деп 3 рет айғайлады. Сонан соң үй иесіне қарай бұрылып, енді Ержаныңды өз қолыңа алып бесігіне апарып жатқыз деді. Басқа қонақтар Ержанның өмір жасы ұзақ болсын деп тілектерін айтып жатты. Тапсырма: мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Мәтіннен кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді теріп жазыңдар дейді. Енді ең алдымен біз мәтінді түсініп оқып алдық. Енді мәтін мазмұны бойынша бір-бірімізге сұрақтар қояйық. Бірінші сұрақ: Нартай мен атасы қайда келді? Қонақтар Ержанға қандай тілек айтты? Осында екі сұрақ ұйымдастырдық. Және кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздер. Кім? Нартай, үй иесі, сәби, Ержан. Не? Ат, міндет. Екінші жаттығу: сөздерді оқы. Ата, салт дәстүр, қырық, үйренді, жеті, қызық, шілдехана, бесік, салды, үлкен, немере, жасайды, шақырды, қонақ, әже, кішкентай. Осы сөздерді біз кестеге орналастырамыз. Яғни осы сөздерге сұрақтарды қоя отырып кестеге саламыз. Кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздер. Ата, салт дәстүр, шілдехана, бесік, немере, қонақ. Не істеді? Үйренді, салды, жасайды, шақырды. Қандай? Қызық, үлкен, кішкентай. Қанша? 47. Сұрақтар қоя отырып сөздерді орналастырдық. Жақсы. Енді әрі қарай келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі бізде кішігірім ережені қайталап өтейік. Сарының ішіндегі сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз табына бөлінеді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Біз бұлардың барлығын сөз таптары деп атаймыз. Жаңа атап өткендей сұрақтары барлығы көрсетілген. Келесі бізде үшінші жаттығу: жас баланы қалай атайтынын тауып жаз дейді. Астында үлгі көрсетілген. Тиісті әріптерді қойып шығамыз. Сонда бізде ең алдымен баланы сәби деп айтамыз. Одан кейін бөпе, одан кейін бөбек, сосын балапан деп атаймыз. Жас баланың атауларын теріп жазып шығыңыздар. Келесі төртінші жаттығу: кім сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек, не сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек топтап жазуымыз керек. Астында берілген сөздер. Ойыншық. Не? Ойыншық. Нағашы. Кім? Нағашы. Ата. Кім? Түлкі. Не? Жоғары. Ол қандай деген сұраққа жауап береді, сондықтан біз оны жазбаймыз. Келді. Не істеді? Оны жазбаймыз. Қарға. Не? Қарға. Тәтті. Қандай? Оны жазбаймыз. Дәрігер. Кім? Ұста. Не? Кім? Ұшты. Не істеді? Күріш. Не? Осылай жазып шығамыз. Келесі шығармашылық үзіліс. Бесінші жаттығу: атам әңгімешіл әрі көп білетін кісі. Кеше інім екеумізге қазақ халқында 7 қазына деген ұғым бар. Сендер соны білемісіңдер? Дегенде тосылып қалдық. Сен қалай жауап берер едің дейді. 7 қазына қазақтың дәстүрлі дүниетанымындағы философиялық түсініктердің бірі. Қазақ халқы 7 қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырып, оның ұғымына мыналарды жатқызады. Ер жігіт, сұлу әйел, құмай тазы, берен мылтық, жүйрік ат, ақыл білім, қыран бүркіт. Осылар 7 қазынаға жатады.